Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналда сникерс торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны толық көріп, ең керекті жерлерін жіберіп алмаңыздар. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен құрғақ ыдысқа жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек салып алатын боламын. Салып болғаннан кейін 150 граммдық қантымды теңдей бөліп салып шығамын. Миксердің көмегімен бір келкі крем шыққанша араластырамын. Мінекей дайын, дәл осындай болып шығады. Енді екінші ыдысымдағыны араластырамын. Толық араластырып болғаннан кейін ұн, какао, қопсытқышты үшеуін бірге салып, қасықтың көмегімен араластырып, алдыңғы қоспама салып шығатын боламын. Құрғақ қоспаларды сетадан өткізіп саламын. Одан кейін сұйық май, ыссы сүтімді құйып, 5 немесе 10 минут миксермен араластырамын. Араластырып болғаннан кейін алдыңғы қоспамды салып, жақсылап араластырамын. Бір келкі қамыр шыққанша миксердің көмегімен жақсы етіп араластырып аламын. Торттың қамыры дайын. Араластырып болғаннан кейін құрғақ ыдысқа, таза құрғақ ыдысымызға бөліп, теңдей етіп 3 бөлікке бөліп салып шықтым. Торттың корждарын 170 градуста 12 минутқа қойып пісіріп алатын боламын. Одан кейін пергамент қағазға дәл осылай дөңгелектеп алдым да, қиып алдым. Формалары 22-24 диаметр. Пешке жіберетін. Қызып тұрған пеште 170 градуста мінекей пісіп шықты. 12 минутқа пісіріп алатын боламын. Бачисканың көмегімен. Мінекей дайын болды. Корждарым. Пештен шыққан корждарды осылай суытуға қоямын. Газден шыққан, пештен шыққан корждарымды суытып аламын жақсылап. Енді кремін дайындайтын боламын. 600 граммдық сілекей, 30%-тік миксердің көмегімен 5 минут араластырып аламын. Одан кейін қантын тағы салып шықтым. Оны да сетадан өткіземін. Салып болғаннан кейін екеуін 10 минутқа араластыратын боламын. Тағы да 10 минуттай араластырамын. Творожный сыр салдым. Енді бір келкі крем шыққанша жақсылап араластырамын. Мінекей креміміз дайын. Енді арнайы кондитерлік мешоктарға салып дайындап қоямын. Одан кейін ыдысқа 2 немесе 3 қасық кремді салып, үстіне вареный сгущенка салып, карамельный крем дайындайтын боламын. Креміміз дайын. Енді кондитерлік мешоктарға салып, холодильникке қойып қоямын. Екінші кремді дәл солай салып дайындап қоятын боламын. Ортасында салмасын дайындаймын. Вареный сгущенка және кез келген орех түрін қолдандым. Орехты көз мөлшерімен өлшеп салдым. Мінекей дайын. Енді корждарымды жинақтайтын боламын. Алдымен осылай бірінші қатарын салып шықтым.
Одан кейін кремді қалың етіп жағып шықтым. Қасықтың көмегімен жақсылап жайып алдым. Одан кейін карамель қосылған, вареный үшін қосылған орехты ортасына салып шықтым. Екінші қатарын саламын. Түгелдей крем жағып шығамын. Толық жағып болғаннан кейін қасықтың көмегімен жақсылап жайғастырып алдым. Енді онысының бетіне карамельный кремді жағып шығатын боламын. Бұл карамельный крем. Қасықтың көмегімен жақсылап жайып шықтым. Енді соңғы коржамды саламын. Бетіне 2 немесе 3 қасық крем жағып, холодильникке 3 немесе 4 сағатқа тындыруға жіберемін. Бетіне жағатын ганаш дайындаймыз. Алдымен осындай кез келген шоколад түрі барады. Оның ішіне 50 грамдық сливки құйып шықтым. Құйып екеуін бірге араластырамын. Шоколадымыз дайын болды. Енді бетіне орехтің кез келген түрін салып шықсаңыздар болады. Мен дайын тұрған орехты салып шықтым. Креміміз шыққаннан кейін бетіне ганаш жағатын боламыз. Ганаш және крем жағатын боламыз. Алдымен кремді дәл осылай жағып шықсаңыздар болады. Осындай лопатканың көмегімен кремдерді жақсылап жайып шықтым. Мінекей дайын кремдері толықтай жағып шықты. Енді бетіне орех қосылған шоколадымызды жағып шығамыз. Жайымен отырып, осылай қасықпен жайып шығасыздар. Жандарын жағып шықтым қасықтың көмегімен. Тортымыз дайын болды. Енді 10 немесе 20 минутқа холодильникке жіберемін. Тортымыз толықтай дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Толық құрамды описание бөліміне қалдыратын боламын. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер.